Қазақстан футболының тарихында ең алғаш абонемент сатқан клуб бұл Тараз футбол клубы. Сол қанша еді сол кезде қаншаға сатып алдыңыз оны? Абонемент па? 1800 ба сондайға сатып алдым. Қымбат екен. Бүкіл маусымға. Хот-догтың 30 теңгеде заманында. Бірақ әшейін билеттің 100 теңге тұратын еді ғой сол кезде. Кейбір арзан билеттер 30 теңге тұрды. Енді содан қарасай 2003-2004 жылдар шағын қақаған қыз ол кезде қар қалың жауатын Таразда. Етік киетіміз. Қазір ғой ешкім етік кимейді. Танкінің терезесін сүртіп қоямын. Дегенде ғой. Сөйтіп кіріп келемін ғой, короче, жазды. Күн ыстық қой қаяқтың. Сөйтіп енді бір жылы сол абонемент аламай қалдық, сатпайтын болды, бір бөле билет 30 теңге болып қалды, 1 теңге болды. Түйме ғой. Тесік түйме жерде жатпайды деп қоясың, бүйтіп қойып қоясың. Сөйтіп, короче, ана табло бар ғой, пожарный машина тұрады, ана мынау Тараздың стадионы оң жағында, Абай көшесі жағынан кіресің, ар жағында Босфор деген жаңағы мейрамхана бар, машина. Сол жақтан кіреміз, біз кезде бір 7-ші ба, 6-ші класс оқимыз ғой. Мына бір цементі тесік болып қалған ғой. Мынандай жер міне. Таблоның астынан тығылып кіретін бе? Кіріп сол жерге. Кіргем. Сен сыймайтын шығарсың бірақ. Кірдім. Газ сыймаса ешкім сыймайды. Но ұзын ғой мынау. Арық қой зато. Арық қой. Екі бүктесең сен кіргізіп жібердің. Мен кірдім бір. Сөйтіп мен де кіріп кетемін. Басын тықсаң болды ары қарай. Содан пытыр етіп кіреміз да, ана жерге жиналып тұрасың да, жан-жаққа жүгіресің ғой, короче. Оны елдің бәрі көріп отырады, кішкентай баласың ғой, ермек керек, қызық керек. Сөйтіп кіретін, мен бір жарты сезонда сөйтіп кіріп жүрдім, бар ғой. Ақша да жоқ қой енді, оқушысың өзі. Содан бір күні ол жер жауып тастады ғой. Кірпіштер қалап, бүйтіп тастады кәдімгі. Ата не істейміз деп. Содан ары қарай дальше кеттік қой. Ана парк жақтан кіретін болдық. Тесік іздедіңдер. Тесік жоқ. Бассейннен үстінен қарайтындар бар еді ғой. Тесік іздедің деген сен. Дұрыс қой. Неңнен? Стадионға кіретін тесіктен кіріп жүрсің ғой енді сол кезде. Бірақ мен мамам айтқан, мына бала кейін бір жер тесіп шығады деген мен туралы айтқан ғой. Түбі тесік таптым бірақ.